Достар, енді келесі өте маңызды тақырып қанмен қамтамасыз етілуі. Жалпы кеуде аймағын, кеуденің стенкасы, ондағы орналасқан мүшелер қанды қай жерден алады? Осы сұраққа жауап беріп өтсек, бізде екі негізгі артерия бар. Ол бізде мінекей қолқа. Қолқаның бізде төменденген бөлімі бар, білесіздер. Төменденген бөлімінің өзі екіге бөлінеді: кеуделік бөлігі, құрсақтық бөлігі деп. Именно осы кеуделік бөлігінен тарайтын тармақтар бізде кеуде қабырғасын және онда орналасқан ағзаларды қанмен қамтамасыз етеді. Және екінші маңызды артерия ол қолқадан иықбас сабауынан тарайтын бұғанасы артериясы бар. Осы бұғанасы артериясының бірінші тармағы артерия торатика интерна, яғни кеудешілік артерия. Бізде тоже осы кеуде кеуде аймағында орналасқан ағзаларға және кеуде стенкасына қанмен қамтамасыз етеді екен. Енді ол қалай жүреді, қазір оған тоқталайық. Мына жерде өздеріңізге лекция жазып алсаңыздар болады. Мінекей кеуде қолқасы. Оның бізде ағзалық тармақтары болады және қабырғалық тармақтары болады. Ағзалық деп отырғанымыз ол жаңағы кеуде қуысында көкірек аралықта орналасқан перикардқа, өңешке, бронхқа беретін тармақтар, яғни ағзаларға беретін артериялар. Ол бізде ағзаны қанмен қамтамасыз етеді. Мінекей жүрек қапқа беретін тармақтар перикардтың артқы бетін қанмен қамтамасыз етеді екен. Бұл бізде жұп ұсақ тармақ болып табылады. Одан кейін өнештік тармақтар. Бұл бізде 5-6 тармақ түрінде тарайды. Өнешті қанмен қамтамасыз етеді. Енді бұл жерде біз өнешті айтқан кезде тоже айтамыз, ол жалғыз осы кеуделік бөліктен ғана келмейді, оған қан тамыр мінекей асқазанынан келеді және төменгі қалқанша артериясынан келеді. Осылар өзара бірігеді, бізде анастомоз құрайды. Яғни асқазан артериясы мен артерия тиреоидея инфериор арқылы анастомоз құрап өнешті қанмен қамтамасыз етеді екен. Енді келесі көкірек аралық тармақтарды көріп тұрмыз. Көкірек аралық бұл бізде плюс лимфа түйіндерінде қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Төртінші бронхтық тармақтар, ол 2-3 тармақ болып басталады. Бізде өкпе қақпасын сіздер білесіздер, алдыңғы сабақта айтақ, сол өкпе қақпасына кіреді және бронхтармен бірге тармақталып бізде өкпенің жаңағы толығымен қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Енді бұл жерде плюс өкпені өзінің өкпелік артериясы болады, өкпе венасы болады, өкпеге кіріп шығатын, солар да бізде қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Плюс мына жерде бронхтық тармақтар бар. Енді келесі мына жерден қабырғалық тармақтарды айтсақ, бірінші өткенде көгетті қалай қанмен қамтамасыз етеді? Мінекей көгетті және жаңа айтып өткен плевраны қанмен қамтамасыз ететін жоғарғы көгет артериясы, артерия френика супериор. Осы мінекей кеуделік бөліктен тарайды екен. Осы жерден кеуделік бөліктен тарап тұр жоғарғы көгет артериясы. Одан кейін артқы қабырғалық артерия. Вот осыны жаттап алыңыздар, бұл өте маңызды. Қазір видеоны тоқтатып, дәл қазір конспект жазып алыңыздар. Не үшін маңызды дедім? Себебі кеуде стенкасын айтқан кезде көпшілігі шатасып жатады. Бізде 3 пен 11-ші қабырға аралықты осы артерия интеркосталис постериор қанмен қамтамасыз етеді, яғни кеуде қуысының артқы қабырғаларын. Енді сұрақ туындайды ғой, екінші 1 мен 2 қайда қалады деп, 1 мен 2-ші қабырға. Ал 1 мен 2-ші қабырғаны бұғанасты артериясының тармақтары қанмен қамтамасыз етеді. Мінекей бұғанастыдан тарайтын тармақтар осы 1 мен 2-ші қабырғаны қамтамасыз етеді. Ал бізде мына жерде алдыңғы қабырғаны қанмен қамтамасыз ететін тоже бұғанасты артериясының тармағы артерия торатика интерна. Жаңа айтып өткен екінші маңызды артериямыз кеудешілік артерия бізде өзінің тармақтарын береді екен, артерия интеркосталис деген. Яғни осы тармақтар бізде алдыңғы аймақты қанмен қамтамасыз етеді. Ал соңғы 12-ші қабырғаның астында жүретін артерия бар, оны біз қабырғасы артериясы дейміз. Оның өзі 2 тармақ береді. Мінекей артқы тармақ және жолындық тармақ. Артқы тармақ бізде омыртқа бағанасын қоректендіреді, жолындық бізде жол мен оның қабаттарына қарай өтеді екен. Бізде әрбір артерияның өзінің медиалдық тармағы, латералдық жаңағы терілік тармақтарын береді және сүт безіне баратын тармақтары да бар. Мінекей барлық артқы қабырға аралық артерия кеуденің ішкі артериясымен өзара анастомоз құруға қатысады екен. Және құрсақ аймағынан келетін артерия бар, құрсақ үсті, онымен де анастомоз құрайды. Жалпы қанмен қамтамасыз етеді, сонымен түсіндік қабырғаны, қабырғалық бұлшықеттерді және омыртқа бағанасын, жолынды, сүт безін, көгетті және іштің алдыңғы бүйір қабырғасын. Мінекей осыны өздеріңізге конспект етіп жазып алсаңыздар болады. Сонымен осы білімді бекіту үшін тағы да айтып өтейік, бізде кеуде қуысының стенкасын қанмен қамтамасыз ететін ең бірінші қолқадан келетін, қолқаның кеуделік бөлігінен келетін тармақ, яғни қабырғалық тармағы дейсіздер, артерия интеркосталис постериор, яғни бұл бізде 3 пен 11-ші қабырғаны қанмен қамтамасыз етеді. Мінекей артқы 3 және 11-ші қабырғаны артерия интеркосталис постериор қанмен қамтамасыз етеді. Ол қайдан келді? Ол бізде қолқаның кеуделік бөлігінен келді. Енді жоғарғы 1 мен 2-ші қабырғаны бізде бұғанасты артериясының тармақтары қанмен қамтамасыз етеді.
Енді сұрақ туындайды, алдыңғы аймақ қайда қалды деген. Алдыңғы аймақты қанмен қамтамасыз ететін, жаңа да айтып өттік, бұғанасы артериясынан тармағы торатика интерна, кеудешілік артерия, екінші маңызды артериямыз. Сол бізде алдыңғы тармақтарды береді, кеуденің бізде алдыңғы барлық бетін қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Ол бізде жалпы айтып отырық, достар, шатас кетпеңіздер, кеуде стенкасы туралы айтып жатырмыз, міне қабырға аралық деп. Біз оны алдыңғы сабақтарда айтып өттік қой, жеке тамыр шоғыры жүреді деп, оның ішінен жаңағы артерия өтеді, вена өтеді деп. Міне осы артериямыз қайдан шығып жатыр, біз қазір соны айтып жатырмыз. Достар, сіздерге осымен қолқаның кеуделік бөлігі түсінікті болды деген ойдамын. Қандай тармақтар тарайтынын бәрін білдік. Мінекей, главное, осы бір конспектін жазып алыңыз, сіздерден сұрайды бұны. Және мына жерден мынаны тоже есте сақтап алыңыз, себебі көкірек аралықты айтқан кезде біз өнештік, перикардтық, бронхтық тармақтар қайдан шықты десе, сразу айтамыз, міне қолқаның кеуделік бөлігінен тікелей шыққан ағзалық тармақтар деп. Мына суреттен мінекей тоже көре аласыздар, қолқан кеуделік бөлігі, мына жерде қолқа доғасы, одан иықбас сабауы тарап тұр. Сол жақ бұғанасы артериясы, сол жақ жалпы ұйқы артериясы, иықбас сабауының оң жақ бұғана, оң жақ жалпы ұйқы артериясы тарайды. Бізге ұйқы артериясы көбінесе бас пен мойынға қарай кетеді, сол аймақты қанмен қамтамасыз етеді. Бізге ең басты керегі бұғанасы артериясының тармақтары болып табылады. Қазір оған тоже тоқталамыз. Мына жерде қарап алыңыздар, құрсақтық бөлігі, көкірек қолқасы деп, жаңа қолқаның кеуделік бөлігі, соның топографиясы көрсетілген. Мінекей, ол 4-ші кеуде омыртқа тұсынан басталады да 12-ші көкірек омыртқасына дейін жүргізіледі жаңағы кеуделік бөлігі. Және ол қолқалық тесік арқылы, бізде көгетін, естеріңізде болса айттық қой, қолқа өтетін тесігі бар деп. Сол арқылы өтеді де құрсақ қолқасына жалғасып кетеді екен. Енді артқы көкірек аралықта орналасады. Осыны тоже есте сақтап алыңыздар. Көкірек аралықты өткенде тағы да айтамыз. Артқы көкірек аралықта орналасады. Оң жағында кеуде түтігімен сынар вена, сол жағында жартылай сынар вена. Және ол бізде өнешті орап өтеді, яғни бастапқы бөлігі оң жағында, ортасы бізде алдында, төменгі бөлігі сол жағында орналасқан. Алдында бізде сол бронх орналасады. Мінекей, легочная, левая легочная бронх көріп тұрсыздар, алдыңғы жағынан, артқы жағынан бізде өнеш осылай айналып өтеді. Оны сіздер анатомиядан, атластан тоже қарасаңыздар болады. Ал қазір мен сіздерге көрсеткім келгені кеудешілік артерияны айтып өтейік деп, толығымен ұштап түсіну үшін. Достар, мына суретте бізде артерия торатика интерна көрсетілген, кеудешілік артерия. Жалпы жаңа айттық, кеудешілік артерия бізде бұғанасы артериясын тарайды дедік. Мінекей, бұғанасы артериясы содан бірінші тармақ ретінде кетіп тұр. Енді оның жүру жолын айт десе, сіздер айтасыздар, мінекей, бұғанасы артериясынан шығады. Ол алдыңғы кеуде қабырғасының артқы бетімен жүріп, төс сүйегінің шетінен латеральдан 7-ші қабырға шеміршегінің тұсында соңғы тармақтарға бөлінеді. Соңғы тармақтың бірі бұлшық-диафрагматикалық, яғни артерия мускулофреника деп аталады. Мінекей, мына жерде 14-ші суретте тұр. Бұл бізде көгетті қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Және сонымен қатар жоғарғы эпигастрия артерия, соның құрсақ аймағын айтқанда айтамыз. Артерия эпигастрика супера, сонымен бірге анастомоз құрайды, іштің алдыңғы қабырғасын бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Енді достар, жаңа айтып өттік қой, біз осы жүру жолында грудная стенка, яғни кеуде қабырғасының артқы бетімен жүреді дедік. Осы жерде көбі алдыңғы сабақтарда да шатасқан екен. Жалпы грудная полость деген бөлек, грудная стенка деген жеке нәрсе. Грудная стенка дегеніміз ол бізде мінекей қабырға аралық бұлшықеттерден құралған құрылым, оған бізге ағзалар жатпайды. Ал егер де көкірек аралық ағзасы, өкпе, плевра деп айтатын болсақ, оның бәрі бізде осы кеуденің қуысында, полоста орналасқан ағзалар болып табылады. Яғни грудная стенка деген ол бізде қабырға аралық бұлшықеттерден құралған бізде құрылым, ал грудная полость дегеніміз ол ішінде ағзалар орналасқан қуыстық. Осы екенін шатастырып алмаңыздар. Енді мына жерде бізде артерия және торатика интернаның тармақтары көрсетілген, тоже видеоны тоқтатып жазып алсаңыздар болады. Өдектік тармақтар береді дедік, төстік тармақтар, көкірек аралық тармақтар, мінекей жүрек қаптық, тимустық тармақтар береді. Мына жерде достар, жаңа айтып өттік қой, қолқаның кеуделік бөлігін айтқан кезде тоже осындай мүшелік тармақтары болды, бронхқа беретін, көкірек аралық, перикардқа беретін. Яғни осы тармақтар өз кезегінде сол қолқаның кеуделік бөлігінен тұратын тармақтармен анастомоз құрады. Енді мына жерде аса назар аударыңыздар, тесіп өтетін тармақтар бар. Рамус перфорантенс. Ол бізде сүт безін қанмен қамтамасыз еткен кезде біз айттық, тоже осы артерия торатика интернадан келетін тармақ бар дедік. Осы тармақ мінекей тесіп өтетін. Ол бұлшықеттерді тесіп өтеді, сүт безін қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Енді мына жерде алдыңғы қабырғалық тармақтар, жаңа айтып өттік қой, артқысын бізде қолқаның кеуделік бөлігі қанмен қамтамасыз етеді дедік. Алдыңғысын именно осы артерия торатика интернадан келетін тармақтар қанмен қамтамасыз етеді екен.
ал соңғы тармақтар мінекей мускулофрениканы жаңа айттық, және мынау жоғарғы құрсақ стартерасы, артерия эпигастрика супера, ол алдыңғы іштің топ бұлшық еттерін қанмен қамтамасыз етуге қатысады деп. Мінекей мына жерде тоже қандай жүру жолы көрсетілген. Видеоны тоқтатып өзіңізге жазып алсаңыз болады.